сахабалардан, ғалымдардан өмірінен қысқаша бір қарапайымдылықтарын келтіріп өтсек. Абу Бәкір радиаллаху анху халифа болғанға дейін ауылындағы жетім жесірлерге олардың қойларын, ешкілерін сауып көмектесетін болған. Бірақ халифа болғаннан кейін есе сол ауылдағы жетім қыздардың бірі енді Абу Бәкір радиаллаху анху халифа болды, бізге көмектесуге уақыты болмайтын шығар деп айтқан сөзі Абу Бәкірге дейін жетіп барады. Абу Бәкір оны ести сала, менің иеленген жаңа лауазымым менің мінезіме әсер етпесе екен деп Алладан үміттенемін дейді де бұрынғы қызметін жалғастырады. Яғни оның халифа болуы бұрынғы жетім жесір қыздардың, сол жердегі балалардың қызметінен тосқаулы болмаған. Мен сендердің басшыларыңмын деп үстінен қарамаған, бәлкім бұрынғы жақсы амалда тұрақты болған. Али радиаллаху анху халифалыққа келген кезінде де ол кісі отбасы үшін азық-түлік алып базардан қайтып бара жатқан кезінде айналасындағы адамдар айтады: "Е Али, сен халифасың, кел біз саған көмектесейік" дегенде Али радиаллаху анху ризықтың иесі ризығын көтеруге көбірек лайықтырек деп жауап береді. Яғни астарында әркім өз шашбауын өзі жинау керек деген мағына. Яғни мен халифамын, мына заттарды менің үйіме апарып тастаңдар деп бұйрық бермей, бұл халифалықтың қызметі емес, бәлкім жеке өзінің қызметі екендігін шатастырып алмаған. Өзінің жеке қызметін өзі орындайтын болған. Бірде Абу Ханифа рахималлах та бір мәселеде пәтуа шығарады. Бұл пәтуаға анасы келіспейді де, анасы айтады: "Мен бұл мәселеде Зур'a ал-Қасниден жауабын естімейінше, ол кісінің жауабын естімейінше менің көңілім орнықпайды балам. Мені сол кісінің алдына апар" дейді. Абу Ханифа Зур'аның алдына апарады да: "Бұл менің анам. Мен пәлен мәселеде осындай пәтуа шығардым, осындай фәтуа айттым. Анам Зур'a ал-Қаснидың бұл мәселедегі жауабын естімейінше менің жүрегім тынышталмай жатыр. Сіз не дейсіз? Анам соны тыңдағысы келіп тұр" дегенде, Зур'a ал-Қасни рахималлах ол кісіге қаратай: "Балаңыз қалай айтқан болса, тура солай. Бұл мәселеде менің де берер фәтуам, менің де берер жауабым осы" деп жауабын айтады екен. Сол кезде Зур'аның айтқан сөзі: "Абу Ханифаның жүзінен анасына деген ренжу, анасына деген қарсылықты көрмедім. Бәлкім анасына илтипаты менен анасына тек қана құрметті көрдім" дейді. Сонымен бірге имамы Азам Абу Ханифа Омар ибн Зар рахметуллахтың да сұхбаттарына анасын ертіп алып баратын болған. Анасы қандай да бір мәселе керек болатын болса, Зур'a ал-Қасниден немесе Омар ибн Зардан рахметуллах алейх осы кісілерден үкім сұрайтын болған. Имамы Азамнан есе үкім сұрамайтын еді. Бірақ олардың берген жауаптары Абу Ханифаның жауаптарына ешқашан қарсы келмейтін еді. Денсе Абу Ханифа бұл мәселеде анасына ренжімейтін еді. Бізде қазіргі уақытта өкінішке орай аналарға ренжу, балалық кезде берген травма деп ренжіп жатамыз. Біз осы нәрсені түсінейік, аналарымыз бізге сол кезде ең жақсы деп білгенін берген, қателік екенін білгенде еді, ол нәрселерді жасамайтын еді. Бәлкім олар өзінің бар білген біліміменен, бар өзінің мейіріміменен әрекет етті. Осы нәрсені ұмытпайық. Біз жасап жатқан өмірде аналарымыз жасаған жоқ. Олардың қиыншылығында, олардың жағдаяттарына біз түскенімізде, бәлкім балаларымызға біз де сондай тәрбие беретін едік. Бұны білмейміз. Сол үшін аналарға ренжуге болмайды. Сонымен қатар біздің қолымызға қандай да бір билік келетін болса, бұрынғы жасап жүрген жақсы амалдардан тоқтап қалмайық. Біздің лауазымымыз біздің мінезімізді өзгертпесін. Абу Бәкір айтқандай. Біздің қол астымызға адамдар келетін болса, Али радиаллаху анху айтқандай, әр адам өз ризығын өзі көтеруге көбірек лайықтырек.